Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жеміс-жидектің дәрумендері пайдасы туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Жеміс-жидектер және көкөністерде дәрумендер көп. Дәрумендер біздің ағзамызға өте қажет. Жеміс-жидектерді күнделікті аз мөлшерінде тұтынсақ, денсаулығымызға да едәуір пайдасы болады. Ғалымдар күніне 800 грамм жеміс-жидек пен көкөністерді қабылдау адамның өмір жасын ұзартатынын дәлелдеп шықты. Әр күнде 80 граммнан 10 мәрте көкөніс пен жеміс-жидекпен қоректену адамның өмір жасын едәуір ұзартуға ықпалын тигізеді. Қазіргі қоғамда көптеген зиянды тағамдардан адамдар денсаулығына кері әсерін байқауда. Осындай жағдайда фастфуд, түрлі пайдасыз тәттілерден бас тартып, оның орнына жемістер мен жидектерді тұтыну қажет. Бұл әлдеқайда мың есе пайдасын тигізеді. Жемістердің, көкөністердің, жидектердің пайдалану нормасы болады. Мысалы, таңғы уақытта және кешкі уақытқа арнайлап жеу қажет делінетін түрлері болады. Банан, киви, апельсин, басқа да түрлі жемістерді күндізгі уақыттарда жеген абзал. Сонымен қатар үй жағдайында да осы жемістерден әртүрлі сусындарды дайындауға болады. Бұл бірден-бір табиғи әрі ешқандай қоспаларсыз дайындалған сусын болып табылады. Адамдардың көбінесе жеміс пен жидектің көкөністерді дұрыс ажырата алмайды. Осы тұста екі бағыттың ара жігін ажыратуға болады. Жемістерге алма, алмұрт, шабдалы, ал жидектерге құлпынай, қара жидек, малина жатады. Жемістерде дәрумендердің пайдасы барынша аса жоғары. Осыны әр адам дұрыс тамақтанудағы негіз екендігін және денсаулыққа көптеген пайдасын әкелетіндігін ұғыну қажет. Егер иммунитет төмен болса, адам көп ауырады. Иммунитетті көтеру үшін дәрумендерді жеу керек. Жарқын әрі сау өмір сүру адамның ең басты міндеті. Лимон катарактаның қалыптасу қаупін азайтады, кіші қан тамырларының қабырғаларын қатайтады және анемия мен ревматизмге көмектеседі. Мандарин теріні тазартады, микробтарды жойып, асқазанда жұқпалы ауруларды сақтайды. Апельсин ағзаны тазалап, қандағы холестерин деңгейін қалыпқа түсіреді. Астың қорытылуын жақсартады. Құрамында С дәрумені 100 граммда 65 миллиграмм. Адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі анар. Оның құрамы С дәрумені мен калийге бай. Сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады. Жүрек ауруларын алдын алуға, көк тамырларының қызметіне шипасы мол. Киви де жүрекке пайдалы. Жемістердің қатарына жатады. Үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз ауруы түрлеріне шалдықпайсыз. Бастысы киви қанның ұюын болдырмайды және ұйыған қанды ертетін қасиетке ие. Оның құрамында С дәрумені қоса пайдалы элементтер бар. Жүрек қантамыр жүйесі мен қан қысымы дертіне пайдалы жемістің бірі қара қарақат. Оны үнемі жеп тұру жүрек соғысын жақсартуға себеп болады. Шабдалының да қан қысымының көтерілуі кезінде тигізер пайдасы мол. Жүрек қан тамырлары ауруына шипа болар жемістердің бірі. Алманың денсаулыққа пайдалы тұстары өте көп. Сонымен қатар жүрек ауруын емдеу кезінде жеуге ұсынылатын басты жемістердің бірі. Тәулігіне 300-400 грамм алма жеу қан қысымының қалыпты болуын жағдайын жақсартады. Өріктің өзінен гөрі дәнегі денсаулыққа пайдалырақ. Оның құрамындағы калий жүрек, бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Өріктегі дәрігерлік жүрек жұмысын жақсарту мен шаршауды басу үшін жеуге кеңес береді. Жүзім мен оның шырынын ішу жүрек бұлшық етінің қызметін жақсартып, қанды көбейтеді. Қан қысымы көтерілуін алдын ала дәрумендерге бай. Кептірілген жемістердің ең бастысы құндылығы ағзаға қажетті минералды заттарға бай. Оның құрамында май жоқ. Бұл жемістің балғын жеміс-жидектерден айырмашылығы шырынсыз болуы. Алайда кептіру кезінде пайдалы дәрумендер мен минералды заттардың жартысы жоғалады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша каналды қолдап, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сау болыңыздар.